Ана партнерларым мына видеоны көрсін дейді. Бұл бизнес сатып жіберу керек. Толық сатып жіберу керек. Бұл бизнес, ол фокус алып жатыр. Еркеш, мынандай бір проект бар. Маған просто жол көрсетіп отырсаң, мен саған 45% доля беремін десе, мен иә деймін ғой. Смело деймін да. Потому что менде ешқандай риск жоқ қой. Көп адамдар шыны керек андай да, бір бизнесті жақсы көріп қалады да, қатты. Хоть убыточный болса да, убытыққа кіргізе береді, жүре береді, сонымен там жылдар бойы жүре береді да. Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде ерекше формат, ол разбор форматы. Оған дейін бізде мотивация болды, мышлениемен жұмыс болды. И көп адамдар комментарий жазды. Еркебұлан кішкене бизнес инструментке, жалпы бизнеске қатысты білім берсең, бизнеске қатысты YouTubeқа видео шығарсаң пайдалы болады деді. И соны ойлана келе жаңа формат шығарамыз, ол бизнес разбор. Яғни бізге бір кәсіп бар қонағымыз келеді. Сол қонағымызға толық бизнесін разбор жасап, больдарын и проблемаларын айтып, келесі қадамдарын нақтылап беру. Бүгін бізде ең алғашқы қонағымыз ол Рамазан. Рамазан, өзің жайлы таныстырып кетсең. Атым Рамазан, жасым 22-де, .a 2,5 миллион. Енді Рамазан, бізде формат мынандай болады. Сенде 10 минут уақыт бар. 10 минутта мен саған сұрақ қоямын. И толық бизнесің жайлы айтып шығу. Яғни біздің оқырмандарымызға бизнесің неден тұрады? И қанша тауып жатсың? Толық операционкасын айту. Рамазан, қазір сенде оборот қанша? Общий 22 миллион. Оборот 22 миллион теңге. Қандай проекттер бар? Жай намаз сатасың, одан кейін? Сосын коллаген сатамын. Коллаген сатасың, иә? Жай намазда оборот қанша, коллагенде оборот қанша? Жай намазда 8 миллион, коллагенде 14 миллион. Ала 8 миллион оборот, мына жақта? 14 миллион. 14 миллион оборот, Жай намазда таза пайда қанша, коллагенде таза пайда қанша? Когда как, осы айда жай намаздан 850 мың. Мына жақта 850 мың теңге таза пайда. Коллагенде примерно 2 миллиондай шығады. Мына жақта 2 миллион теңге таза пайда. Мына жақта партнерларың бар ма? Мына жақта партнерің бар ма? Это партнер жоқ, коллагенде бар. Қанша партнер бар бұл жақта? 2 партнер бар. Яғни сенен бөлек 2 партнер ма, или сенімен қосқанда, яғни қасында бір партнер ма? Бір партнер, соның долясын тағы 3 партнер. 3 партнерсыңдар, яғни 3 адамсыңдар. Яғни доляларың қандай? 55, 30, 15. 55 кімде? Менде. 30-15, иә? Мынау сенікі, мынау 2 партнерің, иә? Бұл бизнесті қашан аштыңдар? Негізі апрельде ашқанбыз. Апрельде аштыңдар? Партнерствоны осы июльда бастадық. 25 күн бұрын сен партнерствоны бастадың? Иә. До этого өзімдікі болды. Партнерство не үшін алдың? Проблема жаңағы роппен, отдел продажмен болғандықтан кейін. Яғни сенде проблема отдел продажды құрумен болды, и сен партнер тарттың? Иә. Бұлар қанша процент, доляны қанша саттың оған? Сатқан жоқпын оларға доляны. Неге? Ол кісілер айтты, мен саған роп қойып бере алмаймын, либо давай, егер қойын келсе, давай бізбен партнер бол деді. Мен саған өз адамдарын қойып берем, роппын қойып берем, системаны қойып берем деді. Яғни сен? Бірақ мен ақша ешқандай қоспаймын, бүкіл расходты өзің бірінші шыққан оборотынан потом ескеріп алсаң болады деді. Сен қанша вложение жасадың бизнесқа? Примерно 4-4,5 миллиондай кетті осы айға. Яғни 4,5 миллион теңге бизнесқа вложение жасадың, олар 0 теңге жасады, иә? Сен оларға опыны құрып берем дегенің үшін компанияның долясын бердің, 45%. Иә. Кеттік. Мықты маған дұсынбадың ба доляны? Давай жай намазға келейік. Бұл жақта 850 мың, қанша сотрудник? Бұл жақта қазір 5 сотрудник. Мына жақта 5 сотрудник, иә? 5 адам жұмыс жасайды. Бұл жерде, бұл бизнес қашан ашылды? 1 жылдан асып кетті. 13 ай болды қазір. 13 ай бизнесқа, иә? Ең максимальный оборот қанша болды? 16 миллион. Ең максимальный оборот осы кезде 16 миллион теңге болды, иә? Енді сенде қандай запрос осылар бойынша? Жай намаз бойынша ма? Бізде бұл былай болды, мен фокусымды коллагенге қоймай тұрып, бұл жақта 12 миллион, 13 миллион стабильно жүретін бізде. Одан кейін анеқа кеткеннен кейін фокус ауысты ма білмеймін. Уже лидтар қымбатта кете бастады, уже продажа түсті ғой былай. Сенде екінші бизнес ашқан кезде уже бірінші бизнесің құлап бастады. Иә, бірақ менде запрос андай болды, что менде маленький чек, мен бұмен масштаб жасай алмаймын деген сияқты болды да, мен басқа бизнес ашқым келді. И мынаны сатып жіберейін ба, либо дальше жүргізейін ба деген ой ғой. Мына жақта бизнесті сұрақ сатып жіберу, иә? Либо жүргізу. Сатып жіберу немесе жүргізу, иә, дальше? Яғни на бизнес бойынша запрос сол, иә? Мен жазуыма мән бермейміз. Получается, сенде 4,5 миллион теңге салдың, бұл бизнесті таза пайда, бұл жақта 2 миллион теңге жасайсың. Кеттік. Енді бұл жақта запрос қандай? Бұл жақта запрос қалай дұрыс істеген, дұрыс істеуге болады, мысалы команда бойынша болсын, партнерство бойынша. Яғни проблема партнермен, партнермен проблема? Командамен,
Одан кейін командамен проблема, ана бірінші проблема. Команда құру, жинау Екінші команда, и оларды ұстау деген сияқты ғой. Командамен проблема, одан кейін. И қазір лидпен проблема отыр, оны бірақ уже шештік десек болады. Үш лидпен проблема, бірақ шештіңдер. Уже шештік. Қазір маркетингке келеміз. Одан кейін команда, яғни найм системасы, иә? Иә, ішіне найм жаңағы бәріне кіріп кете береді. Тағы қандай проблема? Сол трафик. Трафик, яғни маркетингпен проблема қазір. Одан кейін? Болды вроде. Получается, бір айтып шығайық. Коллаген 14 миллион оборот, 2 миллион таза пайда, 3 адам долядасыңдар, и сен доляңды бесплатно бере салдың. 45% компанияның долясын бесплатно бердің. Олар 0 теңгемен кірді. Сен оны кіргізгендегі себебің отдел продажды олар құрып берем деді. Сен общий 4,5 миллион теңге өзің вложение жасадың. И қазір сенде ішіңде проблема болып жүр, ол партнермен дальше жалғастырмайын ба? Олай емес, қалай айтсам болады. Партнермен дұрыс қалай істеген дұрыс. Мен мысалы қазір маркетингға жауап беремін деймін де, олар опыға дейді. Бірақ ол опыда уже бір адам қойып тастаған, өзім мысалы 30% адам кісі көп кезде араласпайды. Араласатын кезде ғана да. Мысалы менде маркетинг болғанмен мен бүкіл затқа, короче, төлеу керек зат, ананы істеу керек, мынаны істеу керек, доставкаға бәріне кіріп кете беремін. И менде қазір хаос болып кеткен сияқты. Наоборот, бизнес жақсы жүріп тұрған кезінен рентабельность түсіріп тастап, расходты көбейтіп, бытшытып тастаған сияқтымын. Сен яғни бизнестің жалғыз жүргізген кезде оборот қанша болды? Оборот 12, 11. И бірінші айда бізде 9 миллион оборот. Ең бірінші ашылған айда 9 миллион оборот болды. Таза пайда кезде қанша болды? Бұл кезде есептейміз, примерно 1,5 миллион по-любому болды ол кезде. Өйткені бізде расход вообще аренда офистің өзі 100 мың теңге болған ол кезде. Яғни операционный постоянный расходтар аз болды. Кәдімгідей аз болды. Қазір операционный постоянный расходтар өте көп. Өте көп, иә. Олар келгеннен компания өзгерді ма жақсы жағына? Биылғы осы айға план бізде 20 миллион болған, бірақ 20 миллион емес, примерно 16-17 миллионға ғана баратын сияқтымыз. Сол жерінен рост болды. Бізде, короче, адамдарды звонокқа отырғызып үйрендік. Осы жағынан плюс болды. И чекті көтердік. И басқа система продажа, мысалы, до этого перепискамен WhatsApp-пен сөйлесетін, қазір енді барлығы тұрып, мысалы, ой, тұрып деп мұнша, звондап сөйлеседі кәдімгі. Соған үйрендім. Давай енді отдел продажа келейік. Отдел продажда қанша адам? На бизнесін понятно, на бизнесті? 7 адам. 7 адам опыда. Бұларда зарплата қалай төленеді? Процентпен. Қандай процент? Процентный неге байланысты KPI-ға, мысалы, 800 болса 8%. В среднем 12% деп алсаңыз болады, потому что 3 миллионды редко жасайды, оған 15% беріледі. Яғни 12% от продаж. От продажи, да. Давай, неге редко жасайды? 3 миллион жасау үшін, короче, айтқанда, мықты продажник болу керек қой. Қара. Бізде әлі ондай шыққан жоқ. Да, басынан айтып шығайық. 800 мың? 800 мың теңге продаж жасаса? 8%. 8%, Миллионнан асса 10%. 1 миллионнан асса 10% от продажи бересіңдер? Иә. Потом? 2 миллион мен 1,5 миллион арасы вроде 12%. 1,5 мен 2 миллион арасы? 12%. И 2 мен 2,5 миллион арасы 14%. 2 мен 2,5 миллион арасы 14%. 3 миллионнан жоғары 15%. 3 миллионнан жоғары 15%, иә? Қазір, получается, собеседование күнде қанша адам келеді? 2 адам стабильно келеді. 2 адам келеді, текучка кадров қалай? 2 адам собеседование. Бір күні 2 адамның 2-еу де келеді, потом отырып кетіп қалады, бір күні 2 адамның 2-еу де келмейді. Мысалы, мына 7 адам отыр ғой, қаншауы постоянно отыр? Осы 7-еу постоянно негізі тағы адамдар бар, бірақ олар, короче, бір күн келіп, бір күнге сөйтіп жүр бізде ондай. Мысалы, 7-еу күнде отыратын. Оклад бермейсіңдер? Оклад бермейміз. Яғни сендерде текучка кадров, оклад жоқ. Отдел продажи понятно. Конверсия продаж қанша? Конверсия в среднем 15%, когда как бір күн төмен. 15% конверсия продаж, иә? Бұны сен көтергің келе ме или қалай? Иә, көтергім келеді. Отдел продаж бойынша түсінікті. Да, маркетингке келейік. Лидтің құны қанша? Қазір 1,5 примерно, бірақ кеше вообще 2,5 мен келді. 2-дің үстінде. $2,5 и $1,5, иә? Бұрын 0,5-тен келеді, 0,7-ден келеді. $2,5 и $1,5. Лидтің құны. Күнде қанша лид түседі? Стабильно негіз 150 лидтен түсіретіміз, бірақ кеше $2,5 мен 60 лид түсті. Яғни примерно 60 пен 100 лидтің арасында түседі күнде. Негіз стабильно 120 деп алсаңыз болады, өйткені 120 лид түседі, иә? Сенде 20 лид. Күнде қанша кетеді маркетингке? Таргетке? Таргетке $150 жұмсаймыз негіз күнде. $150, иә? Иә. Бірақ $150 жұмсаған кезде в среднем 100 лид түседі сонда.
Средний. 100 лит, аха. 100 литтан қанша продажа болады? Мысалы кеше 4-ақ продажа болды. Кеше енді 60 лит түскен. Негізінен 10 продажа по-любому болады. 10 продажа, иә? Иә. 10 продажа болса, мына жақта келіспей тұрды. Яғни 10 продажа, бірақ та конверсия продажа 15 деп айттың. Яғни 15% болса, 120 литтен сенде почти 20 де продажа болып кетті. Иә. Солай тұр ғой, когда как, мысалы бір күні 12 шығып кетеді, бір күні 15 шығып. Яғни конверсия продажа қанша? Нақты? Нақты 10%. 10% алсақ Иә, болады. 10%. Өйткені сенде нақты даже 10%-ға келмей тұр да? Даже 10%-ға 8% болып тұр қазір. Түсінікті. Лид бізде аз түскен кезде вообще ол кезде мысалы 60 лит түсі 4 продажа болды, иә? Иә. Значит, 8% қой даже. Конверсия продаж 8%. 15% емес. Кеттік. Дальше бизнесінде полный цифралар жүргізіле ма? Жүргізетін только RMP жүре ма? RMP жоқ. RMP жоқ, иә? Бизнесте RMP жүрмейді. Енді қосайын деп отырмын, жүрмейді қазір. Жоқ. Одан кейін? Только не ғой? Excelге толтырамыз өзіміз. Excelге күнделікті продажа толтырамыз. Давай енді кеттік. Бізде проблемалар. Ең басты проблема. Біріншісі оборот 22 миллион, таза пайда 2 миллион 850 мың теңге. Жайнамаз бойынша сенде мынандай запрос болды, ол бұл проектті сатып жіберу немесе жүргізу. Оборот пикта 16 миллион болды, бірақ қазір түсіп кетті. Енді бұл бойынша қандай? Бұл бизнес сатып жіберу керек. Толық сатып жіберу керек. Бұл бизнес, ол фокус алып жатыр. Яғни өткенге оборот құлап жатыр, сенде внимание жоқ, и перспектива көріп тұрған жоқсың бұл бизнестен. Сол үшін бұл бизнес сатып жіберу керек. Қалай сатамыз? Мысалы, қазіргі таза пайда 850 мың теңге ғой. Просто 850 мың теңгені көбейтеміз 12 айға. Яғни 12 айлық пайданға сатып жіберу керек просто. Ол примерно 9 миллион теңге. Яғни 9 миллион теңгеге бұл бизнес оценивается. Енді переговор барысында, яғни 7 мен 9 миллион теңгенің арасында бұл бизнес сатып жіберу керек. И потом сатқан кезде адамдар 100% алу үшін не істеу керек? Сопровождение. 2 ай сопровождение жасау керексің. Яғни 2 ай сен айтуың керексің. Полный обучение жүреді и полный сопровождение жүреді. Өйткені қазір ақшасы бар адамдар өте көп та, бірақ қандай бизнес не істейтін білмейді. Қайға салатын білмейді. Сол үшін де толық сопровождение мен обучениені қосып жіберсең ішіне, значит 7 миллион теңге әшейін обналичка жасай аласың. Мына бизнесіңнен, яғни 1 жылдық прибыліңді сен қазір ала аласың. И сен толық фокусың бір бизнесте болады. Бұны просто жаба салу дұрыс емес, сатып жіберу керек. Келесі коллагенде, коллагенде 14 миллион, 2 миллион таза пайда, 3 адам. Мына жақта бірінші проблема ол партнерларда. Саған не істеу керек? Алып, мысалы партнерлар доляны бесплатно бере саласың да. Бұл өте дұрыс емес та, потому что олар ешқандай рискті алып тұрған жоқ. Мысалы, маған келді, сен айтшы былай. Еркеш, мынандай бір проект бар. Маған просто жол көрсетіп отырсаң, мен саған 45% доля беремін десем, мен иә деймін ғой. Смело деймін да. Потому что менде ешқандай риск жоқ қой. А компания 100 миллион оборотқа шығатын болса, мен ол жақта 45% долям болады да. А мен ол долямды в будущем сатамын да, не істеймін? Там байып кетемін да бірден. Просто так, ешқандай рисксіз. Яғни доляны білімге, еңбекке берілмейді ешқашан. Доля всегда рискқа беріледі. Көп адамдардың ошибкасы доляны еңбекке береді да. Вообще дұрыс емес. Еңбекке опцион беріледі. Опцион деген не? Опцион деген, яғни мысалы, оларға 30-15% берін, 45% доля. Бірақ ол долясын сата алмайды и временно, мысалы 3 ай. 3 ай ол компаниядан пайда алады да. Мысалы, 3 ай компанияның 45% таза пайдасын ол дивиденд ретінде алып тұрады. Болды. Ол опцион. 3 айдан кейін болды, ол компанияға қатысы жоқ мүлдем. Яғни, сенде не істеуің керек? Партнерлармен қайтадан бір переговор жүргізіп, қайтадан бір условияларын келісуің керексің. Яғни айтуың керексің, мен сендерге доля емес, мен сендерге отдел продажды реттеп құрып бергенге дейін опцион беремін. Немесе белгілі бір услугаларыңа ақша беремін. Сол кезде олар да риза болады, сен де риза боласың. Түсіндіре алдың ба? Яғни опцион беру керек бұларға. Бұл бірінші зат. Келесі партнермен проблема и команда найм, иә? Яғни сенде текучка кадров көп болып жатыр, иә? Мысалы отдел продажды қарасам, бұл жақта 7 адам істеп жатыр. Күніне жаңа мысалы кейде 4 продажа болады дедің. И собеседование адам 2 адам күнде келеді и кетіп қалады. Бірден кетіп қала береді. Значит, бұл жерде проблема неде? Узкая горлышко. Оклад жоқ па? Оклад жоқ. Яғни компания оклад беру керек. Мысалы, сен өзің менеджер по продажам ретінде елестетіп көрсең, бір компанияға бардың, и сен ол компания жайлы білмейсің. Компанияның басшысы кім, қанша оборот жасайды, яғни сенімсізсің да компанияға. И саған айтады, сат дейді, зарплатаңды айдың соңында беремін дейді. Қандай сезім болады? Мені алдап жатыр, иә? Типа мен бұларға просто бесплатно жұмыс жасап, там 15 күннен кетіп қалғым келмейді, стажировкаға жарамадым деп. Маған сенімділік керек дейді. Маған гарантия керек дейді. Сол үшін оклад беру керек, чтоб оларда текучка болмас үшін. Бұл өте маңызды. Оклад 60 мың теңге берсең болады. Яғни 60 мың теңге олар гарантия. Яғни
15 күн істесем 60 мың теңге жаман емес дейді да. И плюс сатсам ол продажамды аламын. Жақсы. Яғни адамдарды жаңа компания құрған кезде ұстап қалудың ең жақсы жолы ол оклад беру. Бастапқы кезде, кейін компания өскен кезде оклад алып тастауға болады. Потом мына жақта маған вопрос жоқ. Мысалы 800 мың теңге 8%, 1 миллион теңге 10%, 1,5-2 миллион теңге 12%. Бұған вопрос жоқ. Келесі, сенде проблема конверсия продажа, 8% қазір. Яғни 8% сенде 100 адам жасса, 100-дің тек 8 адамға сатып алады. При том, что сенде до этого переписками саттың, иә? Ол кезде конверсия жақсы болатын. Ол кезде қанша болды конверсия? 30 адам жазады, соның 6 алады примерно. 30 адам жазады, 6 алады. Ол қанша процент? 20% болып тұр. 20%. Яғни оған дейінгі сенің конверсияң партнерларды тартпай тұрғандағы. Бірақ ол кезде проблема просто біз, бір флаконды сататынбыз да, біз қазір аламыз да, как минимум 4 ай. Үлкен бағамен сатамыз ғой айтқан кезде. Плюс сол. А мен тура солай сататын болсам, оборот нормально көтеріп кететін еді негізі бұрыннан. Қазір оған келеміз. Яғни сенде оған дейін 20% болды, партнерлар тартқан кезде 8%-ға түсті. Қайтадан кейіне партнерлардың проблема. Яғни олар эксперт емес та өзінің ісінде. Потому что любой эксперт адам отдел продажды құрып білетін. Жаңадан ашылып жатқан компанияға оклад береді всегда. Егер оклад бермесе, значит ол опыты қатты мықты емес та. Ол прямо эксперт емес та. Келесі маркетинг. Маркетингте сенде 2,5 и 1,5 доллар. Өте қымбат. Не істейсің? Таргетолог алдық. Таргетолог алдыңдар. Таргетологпен қандай зарплата? 200 мың бір айға. Яғни 200 мың теңге таргетологқа зарплата, иә? Мен істеуші едім таргетологқа зарплатаны қалай беруші едім? Мен зарплатасын азайтушы едім акладың. Мен оған бонус беруші едім. Қандай бонус? Мысалы, мына жақта таргетологқа 100 мың или 150 мың теңге қалдырып, 150 мың теңге қалдырып, потом бұған былай айту керек. Егер де лидтің құны, бір лидтің құның 1 доллардан арзанға әкелетін болсаң, там 0,8 доллар, даже 1 долларға дейін, бір айлық, мысалы, общий бір айда 800 лид келсе, 800 лидтің барлығы ол 1 доллардан аз болу керек та, общий есептеген кезде. Егер бір айлық лидтің бағасын 1 доллардан арзандатып берсең, онда саған 150 мың теңге бонус беремін, яғни зарплатаң еселенеді. Сол кезде ол мотивациямен жұмыс жасайды да. Жестко мотивациямен жұмыс жасайды. А прикинь, сен ана жақта оған көбірек зарплата төлеу арқылы, мына жақта 100 мың теңге көбірек төленеді да, бірақ ол лидтің құнын кәдімгідей арзандатып береді да. Ол мына үшін жұмыс жасайды да, мынаны алу үшін жұмыс жасайды да. Адамдар всегда ақшаны көп тапқысы келеді да. И именно таргетологпен қайтадан бір осы ситуацияны сөйлесіп шығу керек. Акладта 150 мыңға түсіріп, 1 долларға дейінгі KPI-ін осылай қойып беру керек. 150 мың теңге бонус. Ол ақтайды, 100% ақтайды бұл. Келесі, бизнеста минус RMP жүрмейді. RMP жүрмейді. RMP жүрмейді. Енді қара, полный тағы бір жүргізіп өтсек, проблема неде? Партнерлармен, мына жаққа жазайық. Ең бірінші, партнермен қайтадан сөйлесу, условия бойынша. Яғни біз дальше жұмыс жасаймыз, тек қана опцион аласың. Временно доляның таза пайданы алып отырасың, бірақ та 3 айдан кейін немесе 4 айдан кейін компанияны шығасың. Системаға келтіргеннен кейін. Бұл бір. Екінші мәселе ол жайнамаз бизнес сатып жіберу. Жайнамаз бизнес сатып жіберу керек. Оны 7 миллион мен 9 миллион теңге арасында жайнамаз бизнесін сатып жіберсең болады. И 2 ай сопровождение бересің, чтобы адамдар сатып алу үшін. Ең басты 850 мың теңге таза пайда болса болды. Адамдар 100% алады. Ақшасы бар адамдар көп, қай жаққа салатынын білмей жүр. Үшіншісі, бізде маркетингта, яғни таргетологқа бонус системасын өзгертеміз. KPI қою. Таргетологқа KPI система қою. Келесі мәселе отдел продажа. Отдел продаж конверсиясы 8% өте төмен. Оған дейін жоғары болды. Неге? Потому что сенде нормальный продажниктер келе жатқан жоқ та. Өйткені нормальный мықты продажниктер окладқа ғана жұмыс жасайды. Оклад болу керек міндетті түрде. Продажниктен емес, бұйырса аяқтан ондай ғой, жаңа айтқандай, әр адамға лично түседі сообщение қаш. Ана жерде звонокпен шығады, ешкім телефон алмайды, недозвон көп болып кетеді, конверсия түсіп кеткен осының кесірінен. Получается, адамдардың сатуында емес мәселе? Сатуында емес, перепискадан ғой. Мен получается, мен ойлағам, былай сатуға болады, но былай что-то сата алмай тұрыңыздар. Значит, олар сата алмай жатса, олар звонокпен сату білмейді та. Ол қыздар опыты жоқ. Сататындар да бірақ қиын сатады. Әрең сатады, иә. Значит, мына жақта по-любому менеджерлар ауыстыру керек. Менеджерлар ауыстыру керек. Яғни, самый эффективныйларын қалдыру керек. 7 адамның по-любому ішінде 3 адам ол нормально сатады. И 3 адамды қалдыру керек та, қалған адамдарға замена іздей беру керек. И мына жақта оклад қоссаң, текучка болмайды. Күнделікті келген адамдар қалып отырады. 100%. И ішінен мықтыларын отбирать етіп отыру керек қой. Яғни толық найым именно отдел продаж реттеп шығу керек. Потом, мысалы, Роб немен айналысады?
мысалы мына жақта робқа сен 15% бердің, ол немен айналысады? Ол қазір HR-мен айналысады өзі. Осы адамдармен сөйлесіп жұмысқа қабылдайды и команданы үйретеді, жаңағы несін таңертең пландарын береді, сөйтеді, лидтарын жібереді. А неге оның задачасы осы болса, сен неге уайымдап жүрсің мына жақта? Басында бәріне қосылып кеткен ғой мен. Мына жаққа да кірісіп кеттім. Қазір жібересің, ол реттей ала ма өзі? Болады негізінде. Мына ситуацияның бәрін сол роб реттей ала ма? По-любому бұған келіп тұратын сообщенияларды мен жасап беріп отырмын да қазір ше, мысалы лидтарды ше. Жоқ, сен аласың ба, что ол отдел продажаны толық реттеп беретініне? Сене аламын негізінде. Бірақ по-любому ойлап отырмын, это звонок емес, перепискамен конверсия көбірек сияқты да. Ішіңде не қалып тұр? Перепискамен сатып тастауды. Яғни 4 перепискамен сату, иә? Иә. Неге? Конверсия көбірек, доверие көбірек. Мысалы, сізге қазір незнакомый номерден звондаса, тоже бір түрлі ғой, сіз бірге жазасыз, сол сізге жазып отырса, сол адамға жазғаныңыз выгоднырақ та деп ойлаймын. Яғни қай жақта клиенттер сол жерде сөйлесу. Иә. Енді қара, мына жерде мен не түсіндім? Үлкен ошибка ол партнер болған. Бүкіл қазір бизнеста узкая горлышко партнерлар. Өйткені олар өзінің идеясын тығады и неэффективный системасын қойды, и плюс 45% доляңды бесплатно алып алды олар. Осыны шешу керек. Мынаны шешсең, қалған мәселелерді смело шеше аласың. Бизнес сатып жібересің, чтоб артық груздан құтылу үшін. Одан кейін таргетологтарға, менеджерларға дұрыс KPI система бересің. Яғни оклад бересің, и таргетологқа бонус бересің, чтобы ол жақсы жұмыс жасау үшін. И потом переписка деген мәселелер сомнительно, өте сомнительно. Бұны ойлану керек. Бұны ойлану керек, яғни тест жасау керек бұны. Қайтадан тест жасап көру керек екі жаққа. Если бұл тиімді болса, осыған ауысу керек. Егер де бұл тиімді болмаса, онда не істейміз? Қайтадан звонокпен сатамыз. Но менің ойымша тоже перепискамен сату легче болады. Там сотрудник жалуға да и плюс конверсия да жоғары болады. Сол үшін де осыған назар аударамыз. Таргетолог алдың, болды? Проблема жоқ қалған бизнесте. Ең бастысы осы партнермен проблема шешсең болды. Түсіндім, рахмет. Ергенімізді көп зат түсіндім. Негізі мына жерде партнер алу себебім келем, мысалы, руководить ете алмаймын. Именно основной проблема сізден қараған кезде андай болды да, делегировать таста деген сияқты ше. Именно сол себеп саған келеді, бірақ короче ешкімге сенбеймін. И жаңағындай партнерді сол үшін алдым да мен не жеш, чтобы олар отвечать етеді деп. Бірақ по-любому кірісіп кете беремін жаңа нелерге. И мына жақта мен алдымда өзіме маркетинг, лидті де таргетті өзім жасап жүремін. Ну былай айтқанда короче жүгіріп жүремін и ар жақта что-то результат болмай жатқан кезде короче выгорать етіп кетемін. И қазіргі таңда проблема осындай болды да. И былай ең басынан қарап тұрсам проблема мысалы партнерлармен дұрыс договор жоқ болғандықтан, дұрыс келіспегендіктен болып отыр екен да. И мына жақта насихат бойынша менде не сату деген ой 2 ай мазалап жүрді. Сатып жіберейін ба, сатпай қоймайын. Бірақ бұл негізі жүргізетін болсаң жақсы прибыльный ниша, потому что сіз айтқаннан кейін продукттар улучшать етіп тұрсаң, қасынан жоқ десек те болады. Ондай продуктпен. Бір жағынан сатқым келмейді, бір жағынан сатып жүрсем мен кәдімгідей басым босайды, потому что мен бұл нишада көп заттар ұнамайды негізі. Бірақ ұнайтын нәрсе просто өзім создавать еттім деген ғана. Бірақ сатып тастаған дұрыс екенін түсіндім. Яғни сен просто қара, қазір қанша наличка ақшаң бар? 10 миллион бар. Қалтаңда 10 миллион теңге бар. Депозитте. Депозитте, иә? Сен просто соны 2x саласың да, сатып. KPI бойынша, негізі любой сотрудникқа қою керек екен. Мына жақта мен таргетологқа да қою просто түсінбедім, тема екен негізінде. Любой адамға мысалы KPI робқа болсын, SMM-ға болсын қойып берсе болады да мынанша, өйткені бонус ретінде болсын. И мына жақта переписканы айтып отырсыз ғой, просто мына перепискада бізде былай болады. Мен өзім ең басына компания ашқан кезде бірінші айда 9 миллион оборот болды дедік қой. Сол кезде ең басына лид түсірдім, мен өзім звондап көрдім. 25 лидқа ешқайсысы алмайды. И жынға кетеді да, короче, олардың бір некачественный лидтар деп түсін, короче, WhatsApp-ына жазып сөйлесем, сөйтіп саттық. И бізде қазір вообще күшті қоспыламыз, перепискаға мысалы сіз маған жазасыз, емеске жауап берем. Тағы бір ответ алған кезде мен сізге, короче, WhatsApp-пен звондаймын да. Сол кезде конверсия вообще күшті кетеді, потому что сіз маған 2 рет жауап бердіңіз уже. Вот сол кезде клиент довериесін алып, бірақ хабарласу. Иә, и то WhatsApp-пен только. Негізі көп адамдардың проблемасы, мен өзімде де болған, именно партнерство. Бүкіл адам болы осы жерде ғой. Осы партнерство андайда сен қозғаламайсың, білмейсің да. Партнерім арманы мына жақта, мақсаты. Менің арман мақсатым мына жақта. Анда құндылықтар сәйкес келмейді, компаниядағы идеялар, өмірлік жолдар сәйкес келмейді да. И үлкен проблема осы жерде. И мен ойымша, әрқашан жүрек тыңдап, лишний адамды ұялмай айтып шығарып тастау керек бизнестен. Потому что ол оған да жаман болып жүреді, дискомфортно. И саған да дискомфортно болады. И көп адамдан проблемасы осы. Келесі проблема, адамдар бір бизнесқа жабысып алады да. Мысалы, бұл менің предназначением деп, бұл менің өмірлік мәнім деп ше. Меніңше бизнесқа бизнес деп қарау керек. Потому что көп адамдар шыны керек андай да,
бір бизнесті жақсы көріп қалады да қатты, хоть убыточный болса да убытыққа кіргізе береді, жүре береді, сонымен там жылдар бойы жүре береді да. А по идее просто ол бизнесті жаба салу керек или же там сатып жібере салу керек болды. Жеңілдейсің кәдімгідей. Менің ойымша көп адамдар осы проблемаларын шешсе, жаңа найм, жаңа роб, ондай қиын емес. Ең бастысы адам өзіне сенімді болу керек та. Мына жерде сенімділікпен проблема кетіп тұр да, мысалы. Қандай проблема? Мысалы сен өзіңе там партнерға сенбейсің, потом өзіңе сенбейсің, отдел продаж құру. Начинающий адамдардың бәрі біреуге жалтақтап, жаңа не істей береді. Мысалы біреу бүйтіп айтады, соған еріп кетеді. Біреу бүйтіп айтады, маған еріп кетеді. Өзінің несі жоқтан да жүрек қалауын істемейді. И мен ойымша адам әрқашан өзінің жүрек қалауын істеу керек. Ол не важно қанша оборотқа шығады, қанша результат болады. Достар, разбор өте пайдалы болды деп ойлаймын. Көп зат мүмкін өздеріңіздің бизнестарыңызда, өздеріңіздің өмірлеріңізде кездестірген шығарсыздар. Егер де сізде де осындай проблема болып, жаңағындай бизнес разборды қаласаңыздар, ссылкадан өтіп разборға жазыла аласыздар, мен жеке разборыма. Мүмкін сізде Рамазан мырза сияқты келесі выпускымыздың қонағы болуыңыз мүмкін. Видео ұнаса подписать етіңіздер, ең бастысы комментарийға жазыңыздар және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де алда уақытта осындай видео көп болсын десеңіздер, комментарийға тағы да бір жаза кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше.